Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өзімнің бір күндік влогымды сіздермен бөлісемін. Ең бірінші осы бөлмені жинап шығамын. Светильник қосылып тұрады. Күн демей, түн демей. Вид осындай. Күн жылы болғандықтан терезені ашып қоямыз. Мінекей аспан. Мен алдында осы кітапты алғанмын, бірақ оқуға өлдем уақыт таппай жатырмын. Бөлмемді примерно жинап шықтым. Мына кішкентай жылап жатыр. Ертең тұрып қояйық. Жел қатты тұрып кетпес үшін. Бізде публикаларды суғару процесі. Осындай шелекті аламыз. Мына жақта бізде помидорлар егілген. Помидорлар көшеті. Осы жолдармен барып. Мына жақта болгарский баклажан. Сондайлар бар. Біздің қопынаймыз. Мінекей, ана жерде өзім егіп, өзім суғарып, өсіріп жатырмын. Суғарылмағанына бір апта болып қалды. Қазір осыған су құйып шығамыз. Мейлінше көбірек құйған жөн. Мінекей осылай құйып шығамыз. Мыналарға жаңа құйып шықтым. Енді бас жағына құямыз. Негізі қопынайларға өте көп су қажет. Суды күнде құйған артық етпейді, бірақ менің кейде уақытым болмай қалады. Мінекей қарасаңыздар, мына жерде қопынайлар пісіп келе жатыр. Кішкене өссе, олар піседі. Мына жақта да түйіндері шығып жатыр. Мінекей мына жақта да қарасаңыздар болады. Алла қаласа, қопынайымыз бір-екі аптада пісіп қалады. Барлық қопынайларға су құйылып шықты. Енді Алла қаласа ертең құйып шығамын. Күнде 1 мезгіл құю керек екен. Менде ара-арадан бір аптадай құйылмай қалды. Соның әсерінен қопынайларым гүлдеуін тоқтатты. Сіздерге өзіміздің бақшамызды көрсетейін. Мінекей бізде бақшада осындай қызанақтар бар. Помидор деп айтады, көбісі. Помидорлар, жолдасым екен помидорлары. Мына жақты көрсетейін. Бізде шөп басып жатыр. Міне бізде роза гүлі ашайын деп қарасаңыздар. Розовый раушан ашайын деп тұр. Мына жақталарға біраз уақыт керек сияқты. Мінекей мына жерді қарасам, мына жерде де гүлдейін деп тұр роза. Мынандай көп гүлдер бар. Так. Мына жақтан көрсетейін сіздерге. Тағы да бізде роза көп етін. Мінекей мына жақта осындай бір көп гүл бар екен. Атын білмеймін, қандай гүл екен. Так, мына жерде розалар шығып келе жатыр. Мінекей қалғандары. Ар жақтың шөптері өсіп кетіпті. Ал керек екен. Мына жерде де гүлдер бар. Мына жерде де гүл екен. Пока шықпапты, Алла қаласа шығып қалар. Мына жерде жалбыз дейді ғой, мята. Осындай бар, шайға қосып ішеміздер. Өте әдемі дәм береді. Мінекей біздің бақшамыз. Так, осы есікті ашамыз. Бізде өте тауық асыраймыз. Тауықтың жұмыртқаларын аламыз бірге. Бізде қорамыз.
Bismillah. Кішкене. Қорқынышты кішкене. Так, жұмыртқа жуып. Мына жақты көрейік. Мына жақта тауық жатыр екен. Жарты сағаттан кейін келіп, қайтып қараймыз. Бізде тауықтар шықпас үшін арнайы осылай қоршау жасап қойғанбыз. Тауықтар үйдің алдына келмейді. Осы есікті әрбір кірген адам жауып шығады. Мына тауықтың балапандары ұрлыққа түсіп жатыр екен. Мына мысық және құстар енді балапандарын таппай іздеп жүр. Іздеуіміз керек енді балапандарын. Бәріміз жабылып. Бізде мантымыз дайын болды. Осындай ораманы дайындадық. Так, біз қайтадан жұмыртқа көруге келе жатырмыз. Так. Жұмыртқалар бар ма екен? Бісміллә. Жоқ. О, 5 жұмыртқа бар екен. Бүгінгі 5 жұмыртқа алдық. Қазір тағы бір-екі жерді көреміз. Сонымен жұмыртқаларымыз бүгінге осы.